Егер де сіз өмірде болған шынайы оқиғаны тыңдағыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Бір кездері мына жарық дүниеде бір бейба ғана өмір сүріпті. Оның есімі Гүлбану. Жас кезінде арманшыл, өмірге ғашық, күлкісі сыңғырлаған қыз болатын. Бірақ тағдыр оған күлкі сыйлағаннан гөрі көз жасын көбірек бұйырды. Гүлбану тұрмысқа шыққанда жүрегі махаббатқа толы еді. Бірақ уақыт өте келе, оның сүйген жары өзгере бастаған. Ішімдікке салынып, қол көтеріп, үйді тоз-тоз қылды. Ақыры бір күні Гүлбануды сәбиімен қоса қараңғы түнде үйден қуып шыққан. Қолында ештеңесі жоқ, жаны жылап тұрған ана далада қалып қойды. Қараша айының қақаған суығы, қар аралас жаңбыр, ана қолындағы әлсіз сәбиін орамалға орап, көше бойын сенделіп жүр. Жанынан адамдар өтіп жатыр, бірақ ешкім тоқтамады. Кейбірі көрмегендей, кейбірі бет бұрмастан кете берді. Ал сәби болса тоңып, шырылдап жылап жатыр. Осылайша Гүлбану қолындағы сәбиін құшақтап, ескі аялдамаға да жетті. Сол жердегі суық темір орындыққа отыра кетіп, құшағындағы сәбиін қысып, өткен күнін есіне ала бастады. Әкесіз өскен балалық шағы, тіршіліктің тауқыметі, ал енді мына тағдыр тағы да оны тәлкекке салғандай. Біраз уақыт өткенде, аялдаманың жанынан өтіп жатқан адамдардың бірі тоқтады. Бұл ақсақалды қария екен. Ол сәл аялдап, әйелдің түріне қарады. Қарады да жүрегі шым ете қалды. Өйткені қария да кезінде дәл осылай жетім қалып, қиындық көрген екен. «Қызым, жағдайың қалай?» деді қария мейіріммен. Гүлбану көз жасын сүртті де жауап бере алмай, тек басын төмен салбыратты. Бала болса әлсін-әлсін қыңқылдап, ананың омырауын іздеуде. Қария үнсіз қалды. Көп ойланбай, «Қане, жүр менімен, мына суықта қатып қаласыңдар» деді. Әйел алғашында тартынды, бірақ басқа амалы жоқ. Жанында сәби бар. Ол қарияның соңынан ілесті. Қарияның шағын ғана үйі бар екен. Қарапайым, ескі, бірақ ішінде жылуы бар. Пеште от жанып тұр. Әйел есіктен кіргенде бойы жылынып, көзіне тағы да жас келді. Өйткені бұл жылу тек пештің жылуы емес, адамның мейірімінің жылуы еді. Қария дастарханға ыстық шай қойды. Ал Гүлбану болса, сәбиін құшақтап отырып, алғаш рет бір үзім нанды көз жасымен жеді. «Қызым, қорықпа» деді қария. «Құдайдың берген сынағы шығар. Мен де жалғызбын. Балаларым шетел асып кеткен. Мүмкін сенің келгенің де бір жаратқанның бұйрығы болар». Сол түні әйел алғаш рет тыныш ұйықтады, бірақ оның тағдыры оңай болған жоқ. Ертеңінде Гүлбану жұмыс іздеуге шықты. Бірақ ауылда жұмыс жоқтың қасы. Бір жерге ыдыс жуушы керек екен, бірақ жалақысы мардымсыз. Сонда да күн сайын қайтып келіп, баласын құшақтап, үміт жоғалтпауға тырысты. Күндер өтті, апталар өтті. Сәби өсіп келе жатыр. Бірақ ауылда өсек көп қой. Кейбірі қаңғырып келген қайдағы біреу қарияның үйін паналап отыр десе, кейбірі «Әй, мынау бір оңбағанның тастандысы шығар» деп сөз қылды. Ал Гүлбану осы сөздердің барлығына шыдамдылық танытты. Өйткені ол үшін ең бастысы сәбиінің амандығы еді. Бір күні ауылға Гүлбанудың бұрынғы күйеуі іздеп келді. Мас күйінде. Бұл мекенжайды қайдан тапқаны белгісіз. «Баламды өзім аламын» деп айқайға салды. Әйелдің жүрегі дүрсілдеп, «Құдай-ай, мені емес, баламды қорғай көр» деп көз жасына ерік берді. Сол сәтте қария үйден шығып, «Әй балам» деді қатты дауыстап. «Бұл үйге қоқан-лоққы жасайтын болсаң, алдымен менімен сөйлесесің» деді. Гүлбанудың бұрынғы күйеуі бір сәтке тоқтады. Өйткені ол қарияның сөзінде салмақ барын білді. «Бұл әйел жалғыз емес» деді қария. «Оның жанында мен бармын. Сенің ішкілікке толы өміріңнен артық адамгершілік бар мұнда» деді.
Алайда тағдыр тағы да соққысын дайындап қойғандай. Қария кенеттен ауырып жатып қалды. Жанында ешкім жоқ. Гүлбану бар күшімен күтті, бірақ қарттық түбінде жеңеді емес пе? Бір түнде қария бақилық болды. Гүлбану қатты жылады, өйткені ол адам тек пана емес, әке орнын басқан жан еді. Қариядан айырылған соң Гүлбану тағы да өзін жалғыз сезінді. Бірақ ол енді жалғыз емес еді. Қасында өскен сәбиіне қарап, балам, енді бізді ешкім қорғамайды, бірақ мен саған әке де, ана да боламын деді, көз жасын сүртіп. Сол сәттен бастап әйелдің күресі қайта басталды. Ол баласы үшін арпалысты, таңнан кешке дейін еңбек етті, базарда нан сатты, біреудің қорасын тазалады, ыдыс жуды, қолы жараланып тырнақтары сынса да, ешқашан шаршадым деген жоқ. Бір күні кешкісін базардан қайтып келе жатқанда, алдынан баяғы мас күйеу тағы шықты. Бұл жолы қасында бөтен адамдар бар. Әй, сен әлі тірісің бе, деді ол мазақтап. Баламды бер, мен қалаға алып кетемін. Әйелдің жүрегі тағы дүрсілдеп, бірақ бұл жолы ол бұрынғыдай қорқып тұрған жоқ. Ол баласын артына жасырды да айғай салды. Тоқта, сен балама әке болуға лайық емессің. Сенің қолыңнан тек қирату келеді, ал менің қолымнан өмір сыйлау келеді. Баламды тартып алам деме. Айналадағы жұрт жиналып, бірнеше ер азамат араға түсті. Мас күйеу тағы да абыройсыз болып ауылдан қуылды. Әйел жеңіл күрсініп, көз жасын сүртті де баласын құшағына қысып, біз ешқашан жалғыз емеспіз, бізді Алла қорғап жүр деді. Ол күні сәби алғаш рет анасының мойнынан құшақтап, апа деп былдырлады. Әйелдің жүрегі езіліп, көзіне жас келді. Өмірдің бар ауыртпалығы артта қалғандай, оның жүрегіне үміт сәулесі қайта кірді. Осылайша Гүлбану ауылда қалудың қиындығын түсінді. Жұмыс та жоқ, өсек те бітпейді. Ақыры қолына аз-маз жинаған ақшасын алып, қалаға жол тартты. Қалаға келгенде ең әуелі жалдамалы пәтер іздеген. Әрине, пәтер қымбат, бірақ басқа амалы жоқ. Кішкентай ғана бір бөлмелі ескі пәтерді жалға алды. Алғашқы күндері жаңа ортада қорқып, жалғызсырап жүрді. Бірақ уақыт өте келе көршілерімен таныса бастаған. Қасында тұратын бір апа бар екен. Дастархан жайып, қызым, жалғызсырама, біз бармыз деп жылы сөз айтты. Қарсы пәтерде жас отбасы бар екен. Олар да бір нәрсе керек болса, тартынбай айт деп қол ұшын созды. Сөйтіп Гүлбану алғаш рет қалада жалғыз емес екенін сезінгендей. Баласын балабақшаға орналастырып, өзі күндіз дүкенде сатушы болып жұмыс істей бастады. Таңнан кешке дейін жұмыс істесе де шаршағанын сезбейтін. Өйткені кешке үйіне келгенде баласының «Апа, келдің бе?» деп құшағын жая жүгіріп келетіні ең үлкен қуанышы. Көршілер де оны жақсы көрді. Бірге шәй ішіп, әңгіме айтып, қуаныш қайғысын бөлісетін. Гүлбану алғаш рет жүрегінде жылылық пайда болғанын сезінді. Бұрынғыдай мен жалғызбын деген ойдан арылған. Бір күні жұмысынан қайтып келе жатып, Гүлбану өз-өзіне сыбырлап, қандай қиын болса да, тірі адам тіршілігін жасайды екен ғой. Бастысы жанымда балам бар, жан жағымда мейірімді адамдар бар. Осылайша ол жаңа өмірге бейімделіп, күнделікті тірлігін жасап, біртіндеп өз күнін көре бастады. Өткеннің қасіреті жүрегінде әлі де ізі бар, бірақ үміт оты қайта жанды.